Жауынгер халық қашанда әскерді әспеттейді. Қазақстан жүректі жігіттерімізбен шекара күзеткен қайсар ерлеріміздің арқасында іргесі бүтін, тәуелсіздігі мызғымай тұр. Түпқараған ауданында отан қорғаушылар күні өз деңгейінде өтіп, еңбегімен көзге түскен әскери қызметкерлер марапатталды. Енді кәсіпкерлер арасындағы дауларды сотқа жеткізбей шешуде медиаторлар көмектеседі. Бүгін облыстық сот пен Атамекен кәсіпкерлер палатасының өңірлік филиалы өкілімен осындай келісімге қол қойылды. Меморандум аясында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығынан татуластыру рәсімдерінің секторы ашылды. Сұрайда көрермендеріміздің есіне сала кетейін, Маңғыстау телеарнасында Маңғыстау келбеті атты байқау жалғасып жатыр. Бұл байқауға өлкемізге белгілі актер Медғат Өмірәлиев, сондай-ақ термеші Мен қазақпын мега жобасының жеңімпазы Оспан Құлсымақ және жас кәсіпкерлер, хирург, дәрігерлер, әншілер де қатысып жатыр. Ендеше телеарнамыздың ресми www.mangistau.tv.kz сайтына кіріп, осы айдың Маңғыстау келбетін бірге анықтайық. Ал тағы да өздеріңіз Маңғыстау келбетіне лайықты жандарды білсеңіздер, онда телеарнамызға хабарласып, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды білдірсеңіздер болады. Сонымен қатар сахна төрінде тұрған орталық бағананың үстіне суын айғыр мүсіні қойылған. Мүсіннің биіктігі 4 метр 20 сантиметр. Бұл жерде, яғни амфитеатрде түрлі фестиваль концерттер мен мәдени шаралар ұйымдастырылады. Елімізде қаржы нарығын реттеу агенттігі құрылады. Бүгін мәжіліс депутаттары қаржы нарығын дамытуға қатысты түзетулерді бірінші оқылымда мақұлдады. Қазақстанның ұлттық банкі қайта құрылады. Бастысы, салық салу саласындағы кемшіліктер жойылады. Жаңа агенттіктің пайдасы қандай болмақ? Тиімділігіне де әріптесінің бейнематериалынан толығырақ біле аласыздар. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде Каспий ақпарат жаңалықтар топтамасының қорытынды шығарылымы. Студияда Әсем Сартбаева. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар аударыңыздар. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің кеңсесіндегі ұйымдастыру мәселелерінің барлығы шешілді. Ендігі қадам жүктелген міндеттерді орындау. Бүгін еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен жиын өтті. Келелі кеңесте алға қойылған мақсаттар айқындалып, мемлекеттік бағдарламалардың орындалу тетіктері қаралды. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде сұхбат тайм бағдарламасы. Студияда Әсем Сартбаева. Біздің бүгін қозғайтын тақырыбымыз мемлекеттік қызмет және оның біздің өңірдегі дамуы. Ендеше тақырыпқа қатысты арнайы шақыртылған қонағымыз бар, таныстырып өтейін. Сенат спикері Дариға Назарбаева Хорватияға қазақстандықтардың визасыз бару мәселесін көтерді. Сол елдің премьер-министрінің орынбасары, сыртқы және европалық істер министрі Мария Пейчинович Буричпен кездесу барысында алыс-беріс, барыс-келіс мәселелері де сөз болды. Ақмаржан қала Ақтауымыздың 55 жылдығына орай аламан бәйгеден осындай ат жарысы ұйымдастырылды. Бұл жарысқа бүгінде Ақтаудың, Маңғыстаудың ең үздік деген командалары қатысуда. Жаңа ғана облыс әкімі Ералы Ұлықпанұлы Тоғжанов Адай ата спорт командасын екінші орын алуымен құттықтап, арнайы сый сияпатта табыс етті. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде көзбе-көз бағдарламасы. Студияда Әсем Сартбаева. Біздің бүгінгі тақырыбымыз коммуналдық қызмет тарифтері төмендетіледі деп аталады. Ендеше тақырыпқа қатысты арнайы шақыртылған қонақтарымыз бар, таныстыруға рұқсат етіңіздер. Халықаралық медиа форумында бірнеше тақырып кеңінен талқыланды. Мәселен, Каспий теңізіндегі энергетикалық және транспорттық жүйелердің экономикалық дамуы. Сонымен қатар, Каспий теңізінің туристік және сауда-экономикалық байланысы ортаға салынды. Сенат спикері Дариға Назарбаева Хорватияға қазақстандықтардың визасыз бару мәселесін көтерді. Сол елдің премьер-министрінің орынбасары, сыртқы және европалық істер министрі Мария Пейчинович Буричпен кездесу барысында алыс-беріс, барыс-келіс мәселелері де сөз болды. Маңғыстау облысы әкімдігінің Біріккен Араб Әмірлігіне сапар нәтижесінде алдағы уақытта облыста 5 ірі инвестициялық жоба жүзеге асады. Сонымен қатар меморандумдардан бөлек бүгінгі кездесу облыс кәсіпкерлер үшін үлкен мүмкіндік болды. Өйткені өңір кәсіпкерлері шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасып, алдағы уақытта ауыл шаруашылығы, туризм және көлік логистика саласында өз кәсіптерін қарқынды жүзеге асыратын болады.